Сәлем достар, мен бүгін Жамбыл Жабаев туралы айтатын боламын. Жамбыл Жабаев қазақтың көрнекті ақыны, жыршы, жырау. Ол 1846 жылы дүниеге келіп, 1945 жылы дүниеде өткен. Ол қазіргі Жамбыл облысының Хан тауы мен Жамбыл тауының етегінде туған. Жамбыл Жабаевты нағыз ақын екенін дәлелдеу үшін елге танытқан. Ол айтыс өнері. Жамбыл Жабаев соңғы сөз. Сөндің бе жарқыраған шамшы шағым, қалдым ба тас бітеліп қос құлағым. Жатсам да төсек тартып дәрменім жоқ, сеп болып сөйлетесің жалғыз жағым. Қалыппын ие болмай өзіме өзім, әлім жоқ күш қайрат өтті кезім. Балалар өлген мүше болсындар, сендерге солақ айтар соңғы сөзім. Көріп тұрғандарындай, бұл Жамбыл Жабаевтың музейі және Жамбыл Жабаев немересімен таныс болыңыздар. Ақын жазушылардың шығармаларын жаңғырту біздің міндетіміз. Елім жаңа, жылы жаңа, жерім жаңа, гүлденеді көгеріп, тау мен дала угай, угай, ай угай, құйқылы